1 қыркүйек қарсаңында елімізде дәстүрлі мектепке жол республикалық акциясы бастау алуда. Оның мақсаты көпбалалы және аз қамтылған отбасылардың балаларына қолдау көрсету. Биыл бұл игі шара Глубокое ауданына қарасты Белоусовка кентінде де жалғасты. Жергілікті кәсіпкерлер оқушыларды оқу құралдарымен қамтамасыз етуді қолға алған. Белоусовка кентінде өткен мектепке жол акциясы аясында 80 балаға жаңа оқу жылына қажетті құрал жабдықтармен толықтырылған сөмкелер табысталды. Жинақта дәптерлер, қалам, қарындаштар, пеналдар мен оқуға қажетті жабдықтар бар. Акция, она является очень значимой, потому что ата-аналары жыл сайын осы акцияны асыға күтеді. Кейбір отбасыларда 5-6 перзент бар. Әрине барлық баланы керек-жарақпен бірдей қамту қиынға соғуы мүмкін. Сол себепті біз мектеп тарапынан осындай акцияны өткізуді дұрыс деп санаймыз. Өйткені әрбір бала мектепке келер алдында сақадай сай болған абзал. Ата-аналар жағы мұндай акцияның өтуіне дән риза. Мәселен, Елена Федорова 8 баланың анасы. Оның 5-еуі мектеп қабырғасында оқиды. Ол үшін мектепке жол акциясының маңызы зор. Огромное спасибо спонсорам. Кәсіпкерлерге зор алғыс айтамыз. Көпбалалы және аз қамтылған отбасыларға көмектесіп жүрген атымтай азаматтар көп болса екен дейміз. Баланы мектепке дайындау оңай шаруа емес. Біреуінде 2-3 оқушы болса, ал енді бірінде 5 оқушыға дейін бар. Сондықтан да осындай акцияларды өткізген жөн. Белоусовка кентіне мектепке жол қайырымдылық акциясы бірнеше жылдан бері тұрақты түрде өткізіліп келеді. Шара келесі жылы да өз жалғасын тауып, өрісі кеңейе түспек. Нұртас Қайрылдаев, Ирина Санникова, Тимур Төлебаев, Алтай ақпарат.